арнасы. Біз бүгін Кореяның танымал атақты актері Сон Илгук туралы айтамыз. Сон Илгук танымал оңтүстік кореялық актер, әсіресе тарихи сериалдардағы рөлдерімен танымал. Ол 1971 жылы 1 қазанда Сеулде дүниеге келген. Сон Илгук Кореяның ұлттық актрисасы Ким Мин Суктың ұлы. Бұл оның актерлік мансабына үлкен әсер еткен. Сон Илгук 2000 жылдары Корей телевизиясына танымал бола бастады. Оның ең үлкен табысы Чумок тарихи драмасындағы басты рөлі болды. Бұл сериал оны халықаралық деңгейде танымал етті. Сондай-ақ ол Айым патшайым Сундук және Құдайлар қаласы сияқты тарихи сериалдарда ойнаған. Сон Илгук жеке өмірінде де танымал, әсіресе оның үшем балалары Дэхон, Мингук және Мансия. Олар The Return of Superman реалити-шоуында жиі көрініп жүрді. Актер сонымен қатар суда жүзуден жарыстарға қатысып, марафондарда жүгірген спортшы ретінде де танымал. Тарихи драмаларда ғана емес, ол заманауи және романтикалық телехикаяларда да өзін көрсете білді. Ол өзінің ерекше актерлік шеберлігімен және рөлдерде берілгендігімен ерекшеленеді. Маңызды жобаларына тоқталатын болсақ, Чумок 2006 жылы түсірілген. Бұл тарихи драма оған халықаралық танымалдылық әкелді. Бұл рөл үшін ол көптеген марапаттарға ие болды. Сон Илгук 2008 жылы сот қызметкері Чон Сын Энге үйленді. Балаларының есімдері ұлы Корея деген мағынаны білдіреді. Сон олардың әкесі ретінде ғана емес, реалити-шоуда көрініп, көптеген жанкүйерлердің жүрегін жаулады. Оның актерлік мансабы әлі де белсенді және ол жаңа жобаларда жұмысын жалғастырып келеді. Сон Илгук Корея университетінде бейнелеу өнері мамандығы бойынша білім алған. Актерлікке деген қызығушылығы ерте оянып, ерте жастан қалыптасып, ол театрлық өнермен айналысты. Және Сон Илгук тек театр ретінде ғана емес, сонымен қатар бірге саясатқа да қызығушылық танытқан. Сон Илгук оңтүстік Кореядағы мәдени және тарихи жерлерді қорғау бойынша қызмет атқарған, ұйымдарда белсенді жұмыс жасаған. Актер өз денсаулығына да аса мән береді. Және Сон Илгук қайырымдылық істермен де айналысады. Балалар мен әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға көмектеседі және оны өз парызы деп санайды. Жанкүйерлер оның жобаларын асыға күтеді, өйткені ол әрдайым өзін жаңа кейіпкерлер арқылы көрсетіп, шығармашылығын дамытып отырады.